Песочный тесто дайындаймыз, универсальный. Онымен біз сіздер самса да жасай аласыздар, мясной пирогтар да жасай аласыздар. Ішіне қант қоссаңыздар тестоның, печенье бәрін жасай аласыздар. Оған бізге керек песочный тестоға универсальный керек 200 грамм май. Мен теркадан өткізіп қойдым. Қалайда қатып тұрған май болу керек. Бір жарты шай қасық тұз, 150 грамм жылы айран, жарты шай қасық пищевая содаға керек. И он 425 грамм. Саламыз. Тұзымызды салып жібереміз. Жарты шай қасық пищевая сода. Енді мына майымызды бір-бірімен теректаймыз. Ұнымызбен майымызды осылай теректаймыз. Тестомызды. Бұл тестаны істеп болғаннан кейін бұны холодильникте 1 айға дейін сақтай аласыздар. Бір жасап қойып, любой уақытыңызда алып, пирог, самса жасай бересіздер осы тестодан. Ішіне кішкене қант қоссаңыздар, мұнда печенье, бұл тестодан тәтті нәрселерді пісіруге болады. Теректап болдық, онымен майды. Енді айранымызды қосамыз. Тестамызды егеміз. Осыны салафанға салып, морозилкаға қоя тұрамыз 1 сағат, не жарты сағатқа. Оған дейін біз бұның начинкасын дайындаймыз. Морозилкадан несін жартылай бөліп, жартысын астына, жартысын үстіне қоямыз. Осылай жайып қойды. Енді қазір начинкасын саламыз. Мен сырдың етін турап 4-1 кубик қып, пияз, картошка салдым. Сіздер окорочка сала аласыздар, тауықтың етін фарштан істей аласыздар. Бұл тестодан самса жасай аласыздар. Полуфабрикат қып, қатырып қойып, морозилкаға 2-ші күні пісіріп те жеуге болады. Үстіңгі жақ тестосы кішкене астына қарағанда кішкене жұқалау боласыздар. Металл шинасын көрдіңдер ме? Енді осыны үстіне жабамыз. Осы тестомен самса жасып, ертерек қатырып қойып, морозилкаға салып, керек кезде 1 айдың ішінде пісіріп жіберсеңіздер болады. Пирогтың үстін кішкене былай тесеміз. Жұмыртқаның сарысын жағамыз. Енді вилкамен осылай украшай аласыздар. 35-40 минутқа пісіресіздер. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі, қарайсыздар духовкаларыңызға. Пирогымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.